Сәлем барлықтарыңызға, сіздермен Арайдың асханасы майонезсіз өте дәмді, пайдалы салат жасайтын боламыз. Аяқ асы қонақтарыңыз келетін болса да тез жасалатын салаттардың бірі. Әрі адам ағзасына өте пайдалы болып саналады. Алдымен цветная капуста мен брокколиді пісіріп аламыз. Кішкене тұз қосып жіберіп, тек қыздар 3-4 минут қана пісіресіздер, одан артық пісіріп қоймаңыздар. Піскеннен кейін суын төгіп тастап, салқын суға бір рет шай жібереміз. Енді огурцыйымызды соленый немесе свежий огурцыйды қолдансаңыздар болады. Ірілеу қылып барлығын турап шығамыз. Помидорымызды дәл солай тураймыз. Одан кейін піскен жұмыртқамызды турап аламыз. Осылай дәл видеодағыдай ірілеу қылып тураңыздар. Ең соңында цветная капуста мен брокколиді осылай салып жібереміз. Паприка қосамыз, кішкене чеснокты қосып, қызып тұрған сұйық майымызды чесноктың үстінен құйып жібереміз. Соленый огурцы қосылғандықтан бұл салатқа тұз қосылмайды. Егер свежий огурцыйдан жасайтын болсаңыздар, кішкене тұз қосып жіберіңіздер. Соя қосып араластырып, дастарханымызға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді әрі пайдалы салат.